сіз жұтынсаңыз да мына жеріңізде бір нәрсе тұрған сияқты, ком в горле дейді ғой, сондай сезім болатын болса, оның 5 түрлі себеп болуы мүмкін. Біріншіден, гастроэнтерологический, яғни өңеште проблема болатын болса, өңештің ісігі, өңештің спазмы, герб ауруы сондай сезім беруі мүмкін. Екіншіден, бізге лор дәрігері керек. Лор дәрігері миндалиналарыңызды тексереді, инородное тело бар ма жоқ па соны тексереді, және кем жағдайда тілдің артындағы ісікте сондай сезім беруі мүмкін. Үшіншіден, эндокринологический проблемалар, яғни зоб болатын болса, әсіресе узловой зоб бізде сондай сезімді беруі мүмкін. Үшіншіден, неврологический проблемалар, әсіресе миопатиялар, миостениялар және бас ауыру кезінде осындай сезім беруі мүмкін. Және бесінші, ол психиатрический, психологический фактор, яғни тревожно-депрессивное расстройство болатын болса, тревогада постоянно жүретін болсаңыз, сондай сезім беруі мүмкін. Сондықтан, егер сізде сондай чувство пайда болатын болса, ком в горле болатын болса, онда осы 5 түрлі нәрсені ажырату керек. Сондықтан, міндетті түрде дәрігерге уақытылы қаралыңыз.